Ассалаумағалейкум, құрметті достар, көрермендер. Бүгін біз мінекей Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының кейбір уағызшыларының дәстүрлі дінімізге, біздің ата-бабамыздың жолына қарсы пікірлеріне пікір білдіргімізге отыр. Өткенде Ғазиз Ахмет деген кісі осы Яссауи бабамызға қатысты бір келемеж мысқылын көрген болсақ, бүгін мінекей Жарқын Мырзатай деген кісі сондай бір келемежбен шығып отыр. Ол Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың басына барып, сол жерден балалы болған бір кісінің оқиғасын айта келе, сенің үйде әрекет жасап таппаған балаңды сол жерге барғанда сол Қожа Ахмет Яссауи берді ма деген сияқты келемеж қылады бір, және де енді сенің балаң қожа болды деп екінші рет келемеж қылып күліп тұр ол жерде, уағыз айтып жатыр. Ал енді үйде әрекет жасағанда сол кісі бере ме баланы, әлде Алла тағала бере ме? Әрине Алла тағала жаратқан береді. Ол әрекет жасайды, пенде себепкер, бірақ Алла тағала беруші. Сол сияқты әулиелердің, Құдайдың достарының жанына барып, сол жерге барып жүрегі жібіп, жүрегі жылап, жаңағыдай көзден жас ағып, дұғасы қабыл болуы мүмкін бе, мүмкін емес пе? Сондықтан ондай жерге барып дұғасы қабыл болып, балалы болып, одан кейін бойына бала біткен кісілерді келемеждеу қаншалықты орынды. Және де ондай бір зиярат орындарына барып ауруынан айығып жатқан кісілер бар. Сондай кісілердің барлығын сен ауруыңды ана кісі жазып берді деген әңгіме емес қой. Алла тағала жазып беруші, бірақ ана пенде барып сондай жерде барған кезде адамның жүрегі ашылып, Құдайдың құдіретіне таң қалып, сондай бір Құдайдың сүйген достарының оқиғаларын естіп, жүрегі жібіп, Құдайдан кешірім сұрап, тәубесіне келіп, сол жерде дұғасы қабыл болып, ауруынан жайығып, түрлі кереметтерді көруі мүмкін. Сондықтан ондай бір нәрсені келемеждеу, бұл біздің дәстүрлі дінімізге қайшы өте бір үлкен қарсылық. Және де мұна жылаған атаға барып, сол жердегі тастың су ағып жатқан жеріне тұрып, мінекей уаллахи Құран оқымадым, су ақты өз-өзінен, су ағып көтеріліп келе жатыр деп видеоға түсіруіңізде де түріңізден бір қуанышты байқаймыз, күліп жатқан. Енді келмейтін болдыңыздар, мінекей өтірікті әшкереледім, болды, түсінген шығарсыздар, енді келмеңіздер деген сияқты әңгіме. Және де ондай сулар менің тоғайымда да бар, менің жаңағы мұрнымнан аққан су, құлақтан аққан су, ауыздан аққан судың өзі жаңағыдай Құдайдың құдіретіне таң қалатын нәрсе, ол жерге бармай-ақ таң қала беріңіздер деген сияқты әңгімені айтасыз. Сонда сіз неге Алакөлге бармаңыз, Аралға бармаңыз деген әңгімені айтпайсыз? Онда біз солай адамдар шектеу керекпіз бе? Жоқ. Алла тағаланың кереметін, құдіретін, жаратылысын кез келген жерде көруге болады. Сол сияқты жылаған атаның басына барып та көруге болады. Бірінші ол жерге барған кісілер Құдайдың жаратылысын көреді, сол жердегі суды көреді, тамаша табиғатты көреді. Соншама жазық, жаңағыдай сыртында, жаңағыдай теп-тегіс жердің арасынан сондай бір таулы жерді көріп, оның арасынан сондай бір үйлестіріп қойған, керемет қылып қойған жаратушының құдіретіне таңдана ма, таңданбай ма? Сондай бір ғажап көріністі көрген адам пікір қылады. Пікірдің өзі, фикір, яғни үлкен бір ғибадат емес пе? Ал сондай бір ғибадатты жасап жатқан кісілерді шектеп, ол кісілердің жаңағыдай енді бір келмеуіне себеп болу, ол бір үлкен ауыр нәрсе. Және де екінші, ол жерге барған кісілер Құран оқиды, Құдайдың кәләмін оқиды. Ал енді сол Құдайдың кәләмін оқып, сол жерде ғажапты көрген адамның Құдайға бір табан жақындауы да мүмкін ғой. Құдайдың сондай бір несіне таң қалған адам. Сондықтан ондай бір жерде бір барып, енді бір ол жерге бармаңыздар деп айту, немесе ол жерде барып жаңағыдай тоқтағанына қуану, ол бір үлкен ауыр нәрсе. Адамдар басқа бір жерлерге де жай рахаттанып, кайф үшін барып жатыр. Бірақ неге сондай бір жерге барып Құран оқығанын, сол жерге барып Құдайдың құдіретіне таң қалғанын қызғану ма, бұл түсінбедім. Неге ондай бір жерге барғанды жаңағыдай бір мақтаныш қылып, әшкерелеген құсап көрсету, ол бір үлкен ауыр нәрсе. Ол жерде Құран оқса да су ақсын, ақпаса да су ақсын, оның бір өтірік еместігі, бір Алланың алдында бір не емес, күнәһарлық емес, Алланың алдында күнәһарлық. Сондай бір сол жерге барып, Құдайдың құдіретін көріп жатқан қаншама кісінің, және де сол жерде қанша рет Құран оқылып жатқан жерді жабу, немесе сол жерге баратын кісілерді жаңағыдай жолынан тоқтату, бұл үлкен бір күнә.
Сондықтан қайта ондай жерге барып Құран оқуды, не қылуды қайта одан сайын дәріптеп, және де ол жерде әдебін сақтамай жүрген кісілер болса, әдебін түсіндіру, бұл үлкен бір сауапты іс болар еді. Ал сіз өзіңіз әулиелерді жақсы көрем, дәстүрлі дінді жақсы көрем дей келе, бірақ осы кезге дейін сол жерлерге бармағансыз, және алғаш барып, ондағы алғаш барғандағы мақсатыңызда бір нәрсені дәлелдеп, сол жерге мінекей өтірігін аштым, енді келмей-ақ қойыңыздар деген сияқты әңгіме болып тұр. Бұны енді сараптай келе халық көрермендер өзі ақ-қарасын жаза жатар. Бірақ Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұл нәрселерге ойланып, осындай бір уағыз айтатын кісілердің барлығын басын біріктіріп, өзінің ихсан ілімін алғаш осы кісілерге түсіндірмейінше, бұл біздің халыққа жасалып жатқан бір үлкен бір адасушылыққа алып келетін дүние. Өзіміздің дәстүрлі дінге қарсы көзқарастарды туындатып жатыр бұндай нәрселер. Және де жылаған атадан басқа Өкаш ата деген сияқты зиярат орындарының көпшілігінде сыртын байқамағансыз, сіз аңғармаған, себебі сіздің мақсатыңыз басқа болды. Бір нәрсені дәлелдеп, ол жерде бір өтірікті көрсету деген сияқты зиярат емес болды сіздің мақсатыңыз. Және де ол жерде қарасаңыз, сыртында табличка тұр негізі. Мынандай киім кимеңіз, мынандай нәрсені киіңіз деген. Сол себептен ол жердегі кісілерді барынша әдептілік жағынан айтып жатқан деп ойлаймын. Ал енді ол әдепті негізі түсіндіретін тек қана ол кісілер емес, сіздер де, яғни Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының әрбір мешітінде бұл нәрсе дәріптеліп айтылу керек еді осы кезге дейін. Және де ондай бір кісілердің әдепті білмеуіне осы біздің мешіттеріміздің қызметкерлерінде де кінә бар деуге болады. Соншалықты дәрежеде жеткізбегендігінде. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының көп мешітінде ондай бір әулиелік жерлердің әдебі, және де осы бір Яссауи бабамыздың хикметінен бір бөлім оқып, хикметін дәріптеп жатқан бір мешіттердегі бір уағызды нені мен естімеппін, есімде жоқ. Сондықтан бұл біздің дәстүрлі дініміздің дәріптелуі өте бір кенже қалғандығының көрінісі, және де мына біздің теріс ағымдардың көзқарасының нәтижесі жеміс беруі осы бір дүниелерге алып келіп жатыр. Сондықтан да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұндай нәрселерге көз жұмып қарамай, дәстүрлі діннің, біздің ата-бабамыздың жолын қайта жаңғыртып, және де осындай бір әулиелерімізге керағар сөз тигізіп, мысқылдап, келеме жүдеуді бір жазалау керек негізі. Бұны жайдан жай қалдырып, кешірімді сұрап жатқан жоқ бұл кісілер, тек қана бұл айналып өтіп, бұлай бетуім керек еді деген сияқты ақталу нәрсесін айтып жатыр. Ол бір жүрегіндегі негізгі мақсаттарын өзгертті деген сөз емес. Сондықтан кешірім сұрап, шынайы мойындатып, ондай бір кісілердің алдағы уақытта уағыз айтып, не қылуына бір шектеу салыну керек негізі. Шектеу салынбаса да тәубасына келгендігін дәлелдеу керек. Алла тағала барлығымыздың қате-кемшілігімізді кешірсін, және де өзіміздің ата-бабамыздың жолы, дәстүрлі дініміздің қайтадан келуіне Алла тағала иншалла нәсіп қылсын, қайтадан келсін, бүкіл жастарымыз теріс жолдан, теріс пиғылдан аман болсын.